Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары. Біз бүгін 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанға арналған номер 2-ші БЖБ тапсырмасын орындаймыз. 5-ші сыныптың әдебиет пәнінен орындаймыз. Тақырыбы тәрбиенің қайнар бұлағы бөлімі бойынша номер 2-ші жиынтық бағалау тапсырмалары. Бізде екі нұсқа болады. Дәл қазір бірінші нұсқаны талдаймыз. Тақырыбы Ыбырай Алтынсарин, Қыпшақ Сейітқұл және Атымтай Жомарт. Орындауға берілетін уақыт 15-20 минут. Бізде осы тапсырма екі тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырма әңгімеден үзінді дейді. Яғни кесте түрінде берілген, осы кестені толтырамыз. Әңгімеден үзінді. Қыпшақ Сейітқұл 30 үйлі тобырмен жұрттың тегіс аттаныс барымтасы бар уақытта бұл 30 үй кедейді қалайша етсем байытып халық қатарына қосамын деген ойға келеді. Енді бұл жерде кейіпкердің мақсатын белгілейміз. Бұл жерде бізде кейіпкер бұл Қыпшақ Сейітқұл кейіпкер, яғни мәтінді толық оқып шығамыз. Біздің кейіпкер мақсатын ойлаймыз. Яғни Сейітқұл бұл 30 үйлі тобырын байытуды ойлайды. Кейіпкер мақсаты өзінің тобырын байытуды ойлайды. Кейіпкердің іс-әрекетін салыстыра отырып өз ойынды жаз дейді. Сейітқұл 30 үйлі тобырын байытуды ойлайды. Менің ойымша бұл дұрыс әрекет, яғни өзінің қарабасын емес халқын ойлайды. Сондықтан да бұл іс-әрекетіне халқы жақсы көзқарас танытады. Яғни бұл жерде Сейітқұл туралы айтылған, Қыпшақ Сейітқұл туралы. Екінші, Сейітқұлдың бір ағасы бар еді. Жол жүріп ұрлық барымтаны әдет еткен. Інісінің қанша айтқан ақылына болмай, 3-4 үймен жалғыз-ақ сол көшпей, ескі орны Түркістан жағында қалды дейді. Енді біз бұл жерде Сейітқұлдың ағасын талдаймыз. Яғни кейіпкердің мақсаты бұл ұрлық жасайды, сонымен қатар інісінің айтқанын тыңдамайды. Яғни кейіпкердің мақсаты осы бізде. Енді біз кейіпкердің іс-әрекетін салыстырып өз ойымызды жазамыз. Сейітқұл, яғни Сейітқұлдың бұл жерде ағасы болады. Сейітқұл ағасы өте жаман адам. Себебі ол ұрлық жасайды, сонымен қатар інісінің айтқанын тыңдамайды. Ұрлық түбі қорлық, сондықтан ешқашан ұрлық жасамайық. Бізде Сейітқұлдың ағасының ойын жаздық. Енді бізде екінші тапсырма. Атымтай Жомарт туралы әңгіме үзіндісін оқыңыз. Осы шығармадағы автордың ойын жалғастырып, бүгінгінің Атымтай Жомарты қандай тақырыбында әдеби эссе жазыңыз. Сөз саны 60-70-тен аспасын дейді. Жомарттық үлкейтеміз. Жомарттық адам бойындағы ізгі қасиеттердің бірі. Жомарттық Алла тағаланың сипаттарының бірі. Өйткені оның бір есімі көптеген нығмет беруші, жақсылықтар мен ізгіліктер молынан тарту етуші деген мағынаны білдіреді. Ал қарапайымдылық жомарттық негізгінің өзегі. Өзін-өзін насихаттау үшін қарапайымдылық жомарттыққа жатпайды. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанынан қайтпас деген қазақ мақалы айғақтаса керек. Ыбырай Алтынсариннің Атымтай Жомарт әңгімесіндегі Атымтай секілді жомарттар қазір де бар. Олар да өз кезегінде мұқтаждарға қол ұшын созуда. Жетімдер үйіне ауырып ем іздегендерге қаржылай көмек беріп жатқандар. Енді бір кемтар адамдарға арнайы орталық ашып, олармен жұмысты күшейтуге, олардың бойында таланттарды ашуға жәрдемдесуде. Енді біреулері Қазақстан атын әлем аренасында танытып жүр. Бұл да менің ойымша елге деген жомарттық. Қазіргі таңда адамның қомақты қаржысы болу міндетті емес. Біреуге жылы сөзіңді аямау, жанашырлық таныту, қуанышын бөлісіп, қайғысына ортақтасу. Білгеніңмен бөлісу де жомарттыққа жатады. Жомарттық жасаған соң, ол жақсылығын ұмытып, жасаған адамыңның ақысын күтуге болмайды. Ең бастысы жомарттықты өзің үшін, Алла разылығы үшін жасаған жөн. Бізде бағалау дескриптор бойынша екі тапсырма берілген. Бірінші тапсырма бұл жерде екі кейіпкердің әрекеттерін салыстырамыз, 2 балл беріледі. Екінші тапсырма бұл эссе жазамыз. Бұған 6 балл беріледі. Барлығын қосқанда 8 балл. Бізде енді екінші нұсқа бар. Екінші нұсқаны талдаймыз. 5-ші сыныптың әдебиет пәнінен екінші нұсқасы, екінші жиынтық бағалаудың екінші нұсқасы. Тәрбиенің қайнар бұлағы бөлімі бойынша номер 2-ші БЖБ.
Тақырыбы Алпырай Алтынсарин, Қыпшақ Сейітқұл және Атымтай Жомарт. Орындау уақыты 15-20 минут. Бірінші тапсырма. Вен диаграммасы арқылы Қыпшақ Сейітқұлды Атымтай Жомартпен салыстырып ұқсастықтарын табыңыз дейді. Бұл жерде вен диаграммасын осылай сызамыз. Біз Қыпшақ Сейітқұл ұқсастықтары және Атымтай Жомарт. Сол екеуін жазамыз. Бұл жерде Қыпшақ Сейітқұлдың мінездемесі бұл мейірімді, сабырлы. Атымтай Жомарттікі жомарт, еңбекқор, ақылды. Енді екеуінің де ұқсастықтары бұл ақылды және шыдамды. Екінші тапсырма. Атымтай Жомарт пен Қыпшақ Сейітқұлдың іс-әрекетіне байланысты бай болудың жолы қандай тақырыбында эссе жазыңыз дейді. Ең алдымен сапалы білімнің бәріне бірдей қол жетімді болмауы, яғни бай болудың жолы. Соңғы 10 жыл бойы елімізде элиталық білім беру үрдісі белең алып, елдегі бүкіл назар дарынды балаларға арналған мектептерге, гимназия, лицейлерге бөліне бастады. Дәл осы кезде жалпы білім беретін қарапайым мектептердегі білім саласы күрт төмендеді. Элиталық мектептерде білім сапасы жақсы, бірақ олардың саны қарапайым мектеппен салыстырғанда әлде қайда төмен. Демек, еліміздегі оқушылардың басым көпшілігі сапасы төмендеп кеткен білім алып отыр. Мектеп бітірген соң элиталық мектеп бітірушілері Назарбаев университеті сияқты немесе әртүрлі бағдарламалар арқылы шетелдік оқу орындарына түссе, қарапайым мектеп бітірушісі сол аймақтық деңгейде өтіртемен университет, колледжерге түсуі бірден мүмкін. Ал енді еліміздегі әлеуметтік экономикалық жүйе байлардың бай, кедейлердің кедейлене түсуіне ыңғайлы жағдай тудырып отыр. Мәселен, жылжымайтын мүлікті қарастырайық. Еліміздің үлкен қалаларындағы тұрғын үй құны өте қымбат, жағдайы төмен отбасы ешқашан қол жеткізе алмайды. Ал жаңа соғылып жатқан үйлерді көбіне бақуатты адамдар сатып алады. Жаңа пәтерге қол жеткізе тұра, мұндай адамдар ескі пәтерін сатуға асықпай, оны жалға беруге тырысады. Тіпті кейбір адамдар ондаған немесе жүздеген пәтерді сатып алып, сол арқылы дүние табады. Ал 100 пәтерді жалдап отырған 100 отбасы бүкіл табысын пәтер иесіне бере отырып, тұрақты түрде жағдайы нашар отбасы болып қала береді. Так, осымен біздің екінші нұсқаны талдауды аяқталды. Барлығына дұрыс жауап берсеңіздер 8 балл беріледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Змғалім каналына жазылып, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.